Бүгін сіздермен нан салма деген тамақ жасаймыз. Бұл тамақты әртүрлі атайды екен әр өңірде. Аймаш, нан салма, май қамыр, жаркое с тестом деп. Сіздер қай өңірден, сіздер қалай атайсыздар, астына жаса кетіңіздер. Ең алдымен картошка, сәбіз, пияз барлығын ашып алып, жуып, тазалап, кубиктап, турап дайындап аламыз. Өзіңізге қажетті етті де алып, дәл осылай кубиктап тураймыз. Қазанға майды құямыз. Мен осындай жылқының ертілген майын қолданамын. Қызығаннан кейін барып, ішіне ет қосасыздар, пияз қосасыздар, сосын томатты салып, кішкене қуыруға, бұқтыруға қойып қоямыз. Сосын үстіне картошканы, сәбізді саламыз, араластырып, үстіне су құйып, қайнағаннан соң жай отта пісіруге қойып қоямыз. Тұз қосамыз, лавр жапырағын саламыз, өзіңізге қажетті дәмдеуіштерді қоссаңыздар да болады. Енді қамырын дайындаймыз. 200 грамм суға тұз салып, ұн қосып, қаттылау қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырды жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Арасында 1-2 рет тағы да иле жіберсеңіз, жайылғанға оңай, әдемі жайылатын болады. Қамырды жайып болғаннан кейін 1 сағатқа кеспестен столдың үстіне қойып қойсаңыз, кішкене кеуіп, жайы турағанға ыңғайлы болады, ұн сеуіп отырмайсыздар. Сосын қамырды оқтауға орап, оқтаудан шығарып, дәл осылай ұзыншалап, кішігірім 1 см 1 см етіп кесесіз де, кесіп болғаннан кейін барып, барлығын ашып шығасыз. Қамырды кесіп болғаннан кейін жабысып қалмауын қадағалап, осылай ашып, тексеріп көріңіздер. Сосын қайнап тұрған суға қамырды салып, бір бұрқ еткеннен кейін сүзіп аламыз. Одан көп тұрып кетсе, уже езіліп кетеді қамыр. Сосын подливінің суын тарелкамызға салып, үстіне қамырды салып, подливтерін әдемілеп құйып шығатын боламыз. Подливін салған кезде ожауыңызбен қамырлардың арасына кіргенін байқап, былай көрсетілгендей ашып жіберіп құясыздар. Баршаңызға ас болсын. Егер ұнап жатса, досыңызға жіберіп, сақтап алып, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз.